біз қазір сондай заманда өмір сүріп жатырық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи басқа бір хадисінде келгендей, заттарды біздің заманымыз өзінің шынайы атымен атамайтын заман, өзгертетін заман. Арабтарда арақты әл-машрубат рухия, рухани ішімдіктер деп қойған. Ол рухани ішімдік емес, ол адамды ақмақ қылатын, адамды шошқа ететін ішімдік. Соны машрубат рухия деген. Бағанағы қыздың шешініп, еркектердің алдына шығып, сұлулығын көрсетіп жарысуды қыз сыны, бағанағы тағы да оны мәдениет саласына кіргізіп қойған. Ол мәдениет емес, ол арсыздық, ол шешіну, ол зина. Тағы да басқа, сол секілді, мысалы бағанағы харам еткен неше түрлі әндер бар, клиптер бар. Егер имамдар соны қаралап жатса, мына жақтан шайтанның әскерлері шығады. Міне, бұлар бізді отстал етпекші, бұлар мәдениетке қарсы, бұлар әнге қарсы, бұлар бір нәрсеге қарсы. Жоқ, біз мәдениетке қарсы емес, біз мәдениет шешінуде емес, мәдениет арсыздықта, мәдениет зинада емес. Қазіргі кезде өкінішке орай осылайша барлық нәрсенің атын өзгертіп тастаған. Мәдениет дейді, спорт дейді, әлгі қыз ваннада жүргенде келіп жұрттың алдында суға секіріп бас сағып жатады, оны спорт дейді. Ер адамды тура сөйтіп киіндірмейді. Әйел адамды келеді, шешіндіріп қояды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге заттың ақиқатын түсіндіріп жатыр. Қазіргі кездерді білесіздер. Бұрын кішкентай кезімізде бір сағыз болатын, ловис деп тұрады. Ішінде суретінде, жалпы кішкентай мультфильмдерде бір жас бала жүреді. Өзі христиандар періштені сипаттаған кезде әрдайым бір баланың суретінде қылады. Бала жүр, қолында садағы бар, бір еркек немесе бір жігіт қызға қарап, арасында енді харам қарау ғой. Садақпен ататты, анау келіп аның жүрегіне тиеді. Не дейді әлгі мәләкүл хуб, махаббат періштесі дейді, амор любви дейді, тағы да басқа да атайды. Оны бір періште көрсетіп жатыр да, бір кіршіксіз періште келіп, садақпен оқ атып, кіршіксіз оқ келіп, бағанағы жүрегіне тиеді да, сөйтіп махаббат оянды. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жерде негізі бұл шайтанның оғы екендігін айтып жатыр. Шайтан атып жатыр ол оқты. Және сол шайтанның оғы сенің жүрегіңе келіп, жүрегіңе улы оқ кіріп, жүрегіңді бұзып жатыр. Кім оны тастайтын болса, Алла субхана ва тағала оның жүрегіне сондай иман береді, сол иманның ләззатын сезіне алады. Біз осы иманның ләззатын сезіне алмай жүрміз. Егер иманның ләззатын сезінетін болсақ, онда құлшылықпен ләззаттанатын едік. Онда Аллаға итаат етумен біз рахат сезім кешер едік. Оның жолы көзді сақтау. Хадисте имам Хаким рахмахуллах келтірген. Абу Дарда радиаллаху анху айтады: "Мен ғадда басараху анин назарил харам", кімде-кім көзін харам қараудан тыятын болса, Алла субхана ва тағала оған жақсы көрген қор қызын береді дейді, оның әйелі етіп береді.